Bismillahirrahmanirrahim. Тағы да сіздермен көріскенімізге, қауышқанымызға қуаныштымын. Алла Тағала бүгінгі күндеріңізге хайыр береке берсін. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Енді кезекті тағы Құран хатымыз толықтай. Белгілі ақын, ойшыл, әдебиетшіл, мемлекет қайраткері, қазақ ел үшін де, қазақ жұрт үшін де, қазақ халық үшін де өзіндік еңбегін сіңіріп кеткен Жүсіп Баласұғын. Білесіздер, Жүсіп Баласұғын атамыз әдебиет саласында, ақындық саласында елге белгілі, халыққа танылған даналарымыздың, данышпандарымыздың бірі. Енді Жүсіп Баласұғын атамыздың өзі 1020 жылы Баласұғын ауылында дүниеге келген. Сол үшін Баласұғын деп атап кеткен. Өйткені Баласұғын ауылында дүниеге келген. Жүсіп Баласұғын қандай бір кітаптарымен танымал десеңіздер, баршаңызға белгілі Құтты білек деген кітабы бар. Құтты білек деген кітабы. Бұны 1069 жылы 1079 жыл аралығында жазып бітірген. Енді қараңызшы, Жүсіп Баласұғын атамыздың өзі 1020 жыл дүниеге келген болса, 1069-да жазған болса, 49 жасында кітап жазып бітірген, және 49 жасына дейін бұл қанша халық данасы, халық ойшылы, халық әдебиетшілігі жағынан танылған аталарымыздың бірі. Міне осындай атамыздың атына Құран бағыштайтын боламыз. Енді Жүсіп Баласұғын атамыздың өзі Құтты білек кітабын 8 айдың ішінде бітіріп шыққан ғой. 8 айда Баласұғын қаласында дүниеге келген. Сол Баласұғын қаласында бітіріп, сол кітапты елге, халыққа жариялаған күні сол күн еді. Сондықтан бұл Құтты білек кітабын болмаса оқып, қарап, біліп, осы Жүсіп Баласұғын атамыздың кім болғаны, қазақ даласына қандай еңбек сіңірген туралы сол жақтан қарап, оқып, біліп алсаңыздар болады. Алла Тағала атамыздың осы өмірде жасаған әрбір амалдарын қабыл етіп, жәннат төріне орын берсін. Енді манағы айтқандай, дайын приложениесінің мақсаты, мына хатым Құранды басынан соңына дейін толық оқып бітіру, және соның Құранның сауабын осындай Жүсіп Баласұғын, Қасымхан аталарымызға, Жәнібек Керей аталарымызға бағыштадық. Енді ары қарай сондай келесі Абай атамызға, Шәкәрім атамызға деген секілді бағыштап кете беретін боламыз. Алла Тағала баршаңызға хайыр береке берсін. Сондықтан, егер өмірден өткен ата-бабаларыңыздың артынан Құран бағыштағыңыз келсе, осы жерге хатым сөзін жазып кетіңіздер, сіздерге міндетті түрде жауап беретін болады. Және тізімге сәйкес өздеріңіздің кезектеріңіз келген кезде тізім бойынша ата-бабаңызға, ата-анаңызға өмірден өткен сол кісілерге Құран бағыштап, Алладан рахым, мейірім тілеп, мәңгілік жәннат төрінен орын тілейтін боламыз. Алла Тағала дұға тілектерімізді қабыл қылсын. Енді Жүсіп Баласұғын атамызға Құранның толықтай сауабын бағыш етейік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا هذه الدعاء لختم القرآن. اللهم الحمني بالقرآن واجعله لإماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ونسيت علمنا منه وجاهلت وارزقنا تلاوته الليل وطرف النهار واجعله لحجة رب العالمين. اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لدنيا التي فيها معاشي وأصلح لآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زينة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم واجعله خير العمر آخره خير العمل خواتمه خير الأيام يوم ألقاك فيه. اللهم إننا أسألك عيشة هنية وميتة وسوية ومردا خير مخس ولا فادح. اللهم إننا أسألك خير المسألة خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العمل خير الثواب خير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل مواني وحق إيماني ورفع الدرجات وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئتنا وأسألك غلامين من الجنة. اللهم إننا أسألك موجبة راحتك وعظيم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدعاء عذاب الآخر. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغلبنا بها جنتك من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأحييتنا واجعله وارثين منا واجعله ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا وأكبر همنا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أخيار وسلم تسليما كثيرا. аса қамқор ерекше мейірімді алла тағалам осы қасиетті рамазан айында қасиетті құран хатымның толықтай сауабын жүсіп баласұғын атамыздың рухына бағыш еттік.
жатқан жерін жайлы, топырағын торқа, қараған жерін жарық қыл. Алла Тағала осы қасиетті Құран нұрымен ол кісінің қабірін нұрландырып, ол кісінің қабірін жәннатта бақтан еткейсің. Сұрақ жауаптарын жеңіл, амал дәптерін оң жағынан беру нәсіп ет. Алла Тағала осы Жүсіп Баласұғын атамыздың осы қазақ елі, қазақ жері, қазақ жұрт үшін, қазақ халық үшін жасап кеткен жақсы амалдарын, сауапты істерін қабыл ет, жәннат төріне орын бер. Алла Тағала артында қалған осы бала шағаларына, қазақ халқына қайырыңды, берекеңді, жақсылығыңды бер. Алла Тағала жасап кеткен қайырлы дұғаларын ұрпағына, қазақ еліне қайыры мен берекесімен бер. Жасап кеткен қайыр ілімдерін Алла Тағала өзің разылығымен қабыл етіп, жәннат төріне орын бер. Еселенген сауаптардың қатарынан қыл. Жасап кеткен қайырлы амалдарында қабыл етіп, артында қалған қазақ еліне, қазақ жұртына қайыр берекесін бер. Жасап кеткен қайырлы сауапты істерін қабыл етіп, жәннаттың төрінен, Кәусардың бұғағынан өзінің мейірімді, рахымды болу нәсіп ет. Мәңгі жәннат төріне орын бергейсің. Алла Тағала хақ иманы мен өзіндік жасаған амалдарымен дәрежесін көтеріп, оқыған намаздарын қабыл ет. Пендешілікпен біліп білместен күнә қате кемшіліктерін кешір. Алла Тағала өзінің рахметіңе, мейіріміңе, жақсылығын алғайсың, барлық қате кемшіліктерін кешіргейсің. Алла Тағала артында қалған қазақ еліне, қазақ жұртына, қазақ халқына берекеңді, қайырыңды бер. Баршамыздың қасиетті Рамазан айында тілеген дұға тілектерімізді, жасаған ізгі амалдарымызды, берген хайыр сын садақаларымыз қабыл ет. Отбасымызға аманшылық, денімізге саулық бер. Аумин. Міне осылай Құранның толықтай сауабын Жүсіп Баласұғын атамызға бағыш еттік. Алла Тағала атамыздың жатқан жерін жайлы, топырағын торқа, қараған жерін жарық қылғайсın. Алла Тағала баршамызға қайыр береке берсін. Міне құрметті көрермендер, осылай Құран хатын толықтай сауабын аталарымызға бағыш етеміз. Егер сізді тума-туыстарыңызға, жақындарыңызға Құран бағыштағыңыз келсе, хатым деген сөзді жазып кетіңіздер, сіздерге міндетті түрде жауап беретін болады. Алла Тағала баршамызға қайыр береке берсін. Ассаламу алейкум. Күн тыныштығы мен берекесімен болсын.